керек емес, анда-мында аралаңыз. Көше ана жол жоқты жаяу жүріңіз. Bir kere su geçiniz, көрейік, қандай екен. Сосын барып дұрыс айтасыз. Сіздерге сенем. Ринат, мен де мына Нартай, мына бауырларыммен кәдімгі езімбет тыңдайды. Бұл аманатқа кіргенде халық бұларға да басқа партия не кірмет деп те ренжіп жатыр. Бірақ мен қуандым. Осы жерде жеткізетін осы азаматтар екен. Шындықты айтатынына кейде қырылып қаламыз. Ол Анжелге кетті деп. Анжелес міне, Ринат білем, енді көріп жүр ғой, сіздерді мана шындықты айтады деп. Бірақ соны ана бұрын отырғандар үстінде отыр ғой. Соларды ұстап сол орындаса екен дейміз. Ана чемоданды беріп, ана білесің ғой партия қалай екен. Чемодан таңертең сыртта жүрмесеңдер болды. Соны мана аяғына дейін жеткізіп, әсіресе мына өндірісті қолға алсаңыз. Соны бір теледидардан естісек, мына газ, мына күкірт заводы салынып жатыр деген. Мына үй құрылыстарын біздер ұмыттық. Жаңа үйге кіріп жатқан адамның новоселісін. Бәленбай жыл болып жатқан мына орталықтағы үйді күні кеше салды, оның да 100 квартирлікке кіргізді. Бірақ оның да білмеймін, 1-2 жылда ол үйім қандай болатын. Көңіл бөліп тыңдағандарыңызға рахмет. Халықтың кірмесін деп осы бір орындарда ана заводты ана бас, тәке бас. Мұғалімдер не болған ғой жауға?